Сәлем баршаңызға. Бүгін біз жұмсақ рогалики дайындаймыз. Ең алдымен 2 жұмыртқа, шекер салып, жақсылап араластырып аламыз. Және де оған қамыр қопсытқыш саламыз, ванилин саламыз, мак саламыз, және де жүгері крахмалын жұмсақ қылу үшін саламыз. Содан соң қаймақ, және де ерітіп май қосып, және де сүт 1 стакан су қосып, ұн салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Қамыр жасаймыз. Қамырымыздың бетін пищевой пленкамен жауып, жарты сағатқа қоямыз. Осындай керемет болып, әрі жұмсақ болып көтерілген қамырмен рогаликтерді жасаймыз. Және де жұмыртқаның сарысы мен шекер қосып араластырып, бетіне жағып шығып, 180 градуста пешке салып аламыз. Мінекей үлпілдек болып менің рогаликим дайын болды. Ас болсын.